кітапты сатып ала беріп, жүк арқалаған ешек құсамаңдар дейді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам Ибн Мәжах жеткізген хадисте айтады: "Талабул илму фаридатун ала кулли муслимин." Әрбір мұсылманға дейді, ілімді талап ету бұл парыз дейді. Ал керек болса. Кітапты сатып ала беріп, жүк арқалаған ешек құсамаңдар дейді. Алла тағала оның қандай, ол екінші тұсы бар, ілім алғаннан кейін соған амал жасау. Ал кімде-кім ілімі бар, бірақ амал жасамайтын адамды Алла тағала яхмилу асфар, кітап артып алған есекке теңейді. Сондықтан құрметті жақсылар, айлық алдыңыз, бір кітап ақ қойыңыз. Бір жерден ақша түсіп қалды, бір кітап ақ қойыңыз. Кейбіреулер ұйқым келмей жатыр дейді. Қалай телефон шықласам ұйқым келеді? Ұйықтаудың ең күшті тәсілі біреу ақ кітап оқу керек болды. Нәместе ұйықтайсың. Жаттағы дейді, кітап оқу болды. Кітабы нерде қалады, ұйықтайсың. Күндік айда жатарда болса да кітап оқу керек. Балалар ертең сабақ не берді, кітап оқыңдар деп өзің телефон шықыласаң, балаң да оқымайды. Сондықтан әке, шеше үйде кітап құмар болса, бала да кітап құмар болады да. Сол үшін құрметті жақсылар, кітап оқиық. Әсіресе мына ата-аналар өзіміз сол нәрсені бастайықшы.